Саламатсыздар ма, студенттер? Экологияда биоиндикациялық зерттеу әдістері пәні бойынша дәрістің тақырыбы радиоактивтілік және радиациялық ластанудың биоиндикаторлары. Дәрістің жоспары: радиоактивтілік және радиациялық ластану, өсімдік және жануарлар дүниесінің радиоактивті ластануы. Қазіргі таңда адамдардың іс-әрекеті нәтижесінде биосфераның радиациялық ластануы өте үлкен қауіп тудырып отыр. Қазіргі таңда радиоактивті заттар өте көп мөлшерде қолданылады. Радиациялық ластану дәрежесіне түскен радиоактивті шөгінділердің өзі бірнеше мыңдаған километрге дейін таралады, және ол біраз уақытқа дейін, яғни ауада, немесе топырақта, немесе суда сақталынады екен. Мысалға, қазіргі уақытта мына Чернобыль, Украинада Чернобыль атом электр станциясына болған апат, бұл енді осы уақытқа дейін, сонау 1986 жылы осы уақытқа дейін ол сол жердегі, яғни радиоактивті заттар әлі өзінің қауіптілігін жойған жоқ дейді, сол аймақта. Радиоактивтілік бұл қоршаған ортаның ластануының ерекше түрі. Бұл бір химиялық элементтің тұрақсыз изотопының өзге элемент изотопына айналып, осы процесс барысында элементарлы бөлшектер мен ядроларды бөліп табылады. Радиоактивтілік табиғи және антропогенді жолмен жүзеге асады. Табиғатта кездесетін элементтер изотоптарының радиоактивтілігі табиғи радиоактивтілік деп аталады. Енді біздің еліміздің территориясындағы радиациялық жағдайдың күрделі болуы, бұл енді бұрынғы Семейдің сынақ полигонын алуы және уран шахталары, құрамында ураны бар рудаларды өндіру, мұнай мен газды өндіру мен өңдеудегі кешен қызметтері, тағы басқалар. Тірі ағзалар үшін жартылай ыдыраудың ең үлкен мерзімділігі бар радионуклидтер әлдеқайда қауіпті болып келеді, және олар ағзада шоғырланады. Көптеген жылдар бойы олар өздерінің белсенділіктерін сақтайды. Міне, радиоактивтілік екі топқа бөлінеді: табиғи және жасанды радиоактивтілік болып. Енді радиоактивтілік деп отырғанымыз бұл латынның тілі радио сәуле шығару, активус әсерлік, яғни орнықсыз атом ядроларының басқа элементтер ядросына бөлшектер немесе гамма кванттар шығару арқылы өздігінен түрлену құбылысын радиоактивтілік деп атайды екенбіз. Осы радиоактивтілік құбылысын ең алғаш рет 1896 жылы, яғни Беккерел ашқан, Анри Беккерел, ол уран тұзының белгісіз сәулелер шығаратындығын байқаған, және бұл құбылыс сол радиоактивтілік деп атаған. Одан кейін осы бағытта жұмыс жасаған, яғни ерлі-зайыпты Мария Пьер Кюрилер болды. Яғни олар радиоактивтілік ыдырау кезінде альфа, бета, гамма сәулелерінің бөлімі шығатындығын анықтаған. Енді радиация деп отырғанымыз бұл иондану, сәуле шығару деген мағынада әрбір элементтің табиғи елу радиоактивті изотопы болады. Кейбір химиялық элементтерде тұрақты изотоптар болмайды. Олар түгелдей радиоактивті, мысалға уран, торий, радий, полоний, тағы басқалары. Бұл элементтердің атомдарының ядросы өздігінен ыдырап, гамма кванттық сәулелерді түзеді екен. Енді қоршаған ортадағы адамның организмін теріс әсер ететін факторлар бұл радиация болып табылады. Яғни бұл адамның клеткасы мен әртүрлі органдарының функцияларына зиянды әсер етеді. Және осы радиацияның әсерінен тірі ағзаларда мутациялық өзгерістер пайда болады. Радиациялық ластану бұл радиацияны адамзат баласы бұл табиғи радиоактивті заттардан белгілі бір дозада алады, және космос сәулесімен келеді радиоактивті сәулелер. Міне, яғни жер шарындағы әрбір аймақта тұратын халықтар, олар әртүрлі мөлшерде радиацияны қабылдайды. Енді қазіргі таңдағы ең өзекті мәселелердің бірі бұл радиациялық ластану болып табылады. Онымен күресу жолдары және оның алдын алу.
Радиациялық ластанудың тағы бір ерекшелігі бұл табиғи ортаның мұнаймен ластануын нейтралдайтын биологиялық ыдырату әдістерде, міне қоректік тізбек бойынша өсімдіктерде, яғни өсімдік, жануар, адам арқылы олар таралып, адамның ағзасына түсіп, адамның денсаулығына зиянды мөлшерде, белгілі мөлшерде зиян тигізеді екен. Бұл енді радиациялық ластану бұл өте қауіпті физикалық ластанулардың түріне жатады. Яғни бұл қазіргі уақытта ядролық энергетиканың қарқынды дамуына байланысты қоршаған ортаның радиациялық ластануы қазіргі таңда үлкен қауіп төндіріп отыр. Бұл химиялық ластанудан кейінгі орын алатын, яғни ластану есептелінеді. Енді мына жерде сол радиациялық ластанулардың жалпы сипаттамасы берілген. Енді бұның радиациялық ластануының басқа ластанулардың негізгі айырмашылығы, бұнда зарядталған бөлшектерден бөліп шығаратын тұрақсыз химиялық элементтердің радиусы, яғни радиоактивті нуклеидтер. Бұлар сәуле шығарады, ол ағзаға келіп түседі, сөйтіп ағзаның клеткаларын бұзады, сөйтіп ағза әртүрлі ауруларға ұшырайды. Ластанудың негізгі көздер альфа, бета, гамма радиоактивті сәулелер, яғни бұлар ионданған сәулелер, яғни бұл ағзаға келіп түсіп, ағзадағы белоктардың, ферменттердің қызметін бұзады. Енді және ағзада бұлар сәуле ауруын туғызады екен. Сәуле ауруы ол дәрежесіне қарай сәулені қанша мөлшерде қабылдады, оны адамдардың көтере алуы. Мысалға, адамдар 50 рентген сәуле алса, ол сәуле ауруы байқалмайды дейді. Ал 100 рентгеннен бастап сәуле алса, онда адамдарға ол әсер ете бастайды дейді. Егер адамдар өзінің сәуле алған уақытта сәуленің мөлшеріне қарай ол ауыр және созылмалы болып бөлінеді. Адамдар бірнеше рет егер сәулені алатын болса, олар ауыр сәуле ауруына ұшырайды дейді. Қабылданған мөлшеріне қарай сәуле ауруларының өзінің 4 түрлі дәрежесі бар. Міне ол сізге, яғни арнайы кестеде көрсетілген. 4 кезеңде жүреді бұл процесс, олда мына анықтамалар барлығы берілген. Сонымен қоршаған ортаның ластануы радиациялық, радиоактивтік деп бөлінеді. Радиациялық ол ионданушы сәулелер, ал бұның нәтижесінде, яғни ағзаларда генетикалық өзгерістер жүреді, сәуле ауруы пайда болады. Ал радиоактивтік деп отырғанымыз бұл белгілі мөлшерде химиялық элементтердің өзінің бойынан жаңағы сәулелерді бөліп шығаруы. Қазіргі таңда мысалға электромагниттік сәулелер өте көп мөлшерде, яғни бөлінеді. Себебі біздер қазір радио, телевизор, қолымызда телефон, сотовый, осылардың қызметтерінің барлығында да біздерде нелер жаңағы электромагниттік сәулелену жүріп отырады екен. Қазіргі таңда біздің Қазақстан территориясында 700 табиғи көз анықталған, яғни радионуклеид мөлшері жоғары. Әсіресе топырақтың жабында дейді, радиоактивті ластану нәтижесі өте қауіпті дейді. Яғни ол топырақ арқылы ол өсімдікке беріледі, ал өсімдіктен ары қарай ол нелерге адамдарға беріледі екен. Енді радиациялық ластануды оны, яғни негізінен 2 топқа жіктейді. Бірінші радиоактивті заттардың бөліну нәтижесінде пайда болатын гамма сәулелері, екінші радиоактивті заттардың мөлшері көбеюіне байланысты болатын химиялық ластану дейді. Енді радионуклеидтер деп отырғанымыз бұл элементтердің электрон атомдарын шығарып, оларды басқа атомдарға оң және теріс иондар жұбын түзумен қосуға қабілетті радио белсенді сәулелену шығаратын изотоптар. Енді радиациялық ластану бұл радиациялық қауіптердің
шығу тегі бойынша олар табиғи, антропогенді болып бөлінеді. Адам өміріне өте қауіпті радиациялық антропогендік әсерлер бұл атом өнеркәсібі, ядролық жарылыстар, ядролық энергетика және медицинада өте көптеген осы жаңағы құрылғыларды пайдалану, оның ішінде мысалға рентгенге түсу, қайта түсе беруге болмайтындығы, тағы басқа туралы біздерге үнемі ескертіліп отырады. Енді өсімдіктер мен жануарлар дүниесі радиоактивті заттармен ластанып отырады. Жаңа біздер айттық, мысалы топырақта жоғары бетінде стронций мен цезий көп жинақталады, ол тірі ағзаларға енеді. Сөйтіп сол аймақтағы өсімдіктерде яғни өзгерістердің байқалатындығы, немесе сол өсімдіктерді пайдаланған мысалға жануарларда мысалға бұғылар дейді, жоғарғы изотоп көрсеткіштермен олар ерекшеленеді дейді. Енді жоғары сатылы өсімдіктердің бұл түсінің өзгеруі, міне жаңағы бұларды мысалы өсімдіктер әлемінде биологиялық индикатор, табиғи индикатор ретінде оларды пайдалану болады. Мысалы солтүстік Сібірдегі қайың ағаштары дейді, стронций 90 элементін өзінің бойына жақсы сақталуымен ерекшеленеді дейді. Осының әсерінен дейді, олар әдеттен тыс жасыл түске боялып тұрады дейді. Енді радиоактивті индикаторлар бұл радиоактивті элементтер, яғни жинақталу қабілетіне қарай, мысалы кейбір балдырларда оларда өте көп мөлшерде жинақталады. Мысалға стронций 90 концентрациясы суға қарағанда протокты балдырларда 1000 және 9000 есе жоғары болады дейді. Кейбір мысалға планктонды, диатомды балдырларда да осындай жаңағы радиоактивтілік, оларда элементтердің жинақталу жоғары болады. Міне осыған байланысты жаңағы осы су өсімдіктері арқылы, балдырлар арқылы су қоймаларының радиоактивтілігін бақылау мүмкіндігі туады екен. Енді топырақтың радиоактивті ластануы бұлар яғни табиғи құрылым ретінде топырақтың өзінің құрамында да яғни радиоактивті элементтер болады екен. Бұлар енді радиоактивті элементтер дегеніміз бұл энергия шығарумен бірге жүретін радиоактивті ыдырауға қабілетті тұрақсыз химиялық элементтер болып есептелінеді. Осы радионуклеидтердің топырақта жинақталуы өсімдіктерге әсер етеді дедік. Мысалға қышқыл топырақтарда радионуклеидтер өсімдіктерде көбірек жинақталады дейді. Егер топырақтың қышқылдылығы аз болатын болса, радионуклеидтердің өсімдіктерге енуі соншалықты төмен болады дейді. Сондықтан да топырақтағы стронций 90, цезий 137 жаңағы радиоактивті элементтері олар өзгеріп отырады дейді. Өсімдіктерде 10-15 есеге дейін өзгеруі мүмкін дейді. Ал жайылымдық жерлерде цезий мысалға бұл 0,5 сантиметр аралық қабаттарда топырақта орналасады екен. Енді галамит минерал тыңайтқыштарын қолдану бұл стронций 90 элементінің, радиоактивті элементінің өсімдіктерге енуін төмендетеді екен. Мысалы стронций 90 мен цезий 137 топыраққа енгізгеннен кейін 5 жылдан кейін олардың әсері бірнеше есе төмендегендігін байқауға болады дейді. Осы галамитті минерал тыңайтқыштарды қолдану арқылы. Енді радионуклеидтердің миграциясына да бұл метеорологиялық факторларды әсер етеді, яғни жауын-шашын мөлшерлерде әсер етіп, олардың бірте-бірте жаңағы актив белсенділігін әсер етеді екен. Енді өсімдіктер осы радиоактивті құрамында заттарды, элементтерді көп жинақтаған уақытта оларда сәулелену пайда болып, олардың өнімге және өнімнің сапасына да яғни ол әсер етеді екен. Енді бірақ бұны енді көп мөлшерде пайдалануға болмайды, өзінің белгілі бір мөлшері бар. Мысалға егер жаңағы өсімдіктерге
гүлдеу кезінде жаңа сәулелену процесі баяулату қажет гүлдеу кезінің уақытта. Егер соған дейін жасалатын болса дейді мысалға, онда мысалы картопқа гүлдегенге дейін осы белгілі бір радиоактивті элементті пайдаланатын болса дейді, онда яғни оның өнімділігі артады дейді. Ал гүлдегеннен кейін пайдаланатын болса, онда оның өнімділігі 30-50%-ға дейін төмендейді дейді. Міне осыған қарап отырып, оларды қолданудың, радиоактивті изотоптардың өсімдіктерде қолдануда өзінің белгілі бір уақыты бар екен. Сол уақыт әсіресе мына кез келген химиялық препараттарды пайдаланған уақытта сол өсімдіктің жаңағы гүлдеуіне дейінгі аралықта оларды пайдалану керек. Ал гүл шашқаннан кейін мысалы оларды пайдалануға болмайды. Мысалға алма ағаштарын біздер гүлдегенге дейін оны құрт болдырмайтын әртүрлі химиялық препараттарды шашамыз. Ал гүлдегеннен кейін шашқаннан кейін оның ешқандай пайдасы болмайды. Яғни ол қайтар қарай жаңағы жемістің түзілуіне өзінің кері әсерін тигізеді екен. Енді радионуклидтер шөптектес өсімдіктердің бойында да жинақталады. Ол енді сол жердің өзінің табиғи ортасына, климатына байланысты. Топырақтарға жаңағы өсімдіктердің бойында топыраққа қараған уақытта аз жинақталады дейді радионуклидтер. Бірақ соған қарамастан кейбір өсімдіктер бұл жеуге жарамсыз болып есептелінеді екен. Радионуклидтердің астықтарда жинақталуы өсімдіктердің биологиялық ерекшелігіне байланысты. Мысалы, құрамында кальций көп өсімдіктер мен кальций аз өсімдіктер салыстырып қараған уақытта дейді, кальций аз өсімдіктерде стронций 90 көп мөлшерде жинақталады екен. Әсіресе стронций 90 радиоактивті элементін ең көп мөлшерде майлы дақылдар жинақтайды. Енді радиацияның табиғи ортаға әсері бұл екі бастан белгілі мөлшерде ол өзінің теріс әсерлері болады. Яғни осы радиациялық сәулелену бұл тұқым қуалаушылықты өзгертеді, ағзада мутациялық өзгерістер пайда болады екен. Қазіргі таңғы соңғы 10 жылғы мәліметтерді қарайтын болсақ дейді, біздің яғни табиғи ортада радиациялық сәулеленудің табиғи фоны көтерілген, өзгерген. Яғни бұл енді қазіргі таңда тіршілік иелеріне өте қауіпті болып есептелінеді. Енді жаңа біздер айтып өткен стронций 90, яғни радионуклиді бұл ядролық сынақтардың нәтижесінде түзіледі. Яғни ол егер ішке енетін болса, ағзада әртүрлі патологиялық құбылыстарды туғызады. Яғни қанның сұйылуы, сүйек кемігінің бұзылуы, яғни бұл жерде аққан ауруларының пайда болуы дейді. Енді сонымен қатар тағы да мынандай бір өсімдіктерге биотест өткізуге болады дейді, қыналарға дейді. Яғни ол да табиғи ортаның нағыз биоиндикатор ретінде пайдалануға болады дейді. Енді осы индикаторларды қолдану барысында ластаушы нақты түрдің тұрақтылық шкаласын қолдану қажеттілігі, яғни оның өзінің Криворовтың жасаған шкаласы бар. Бірінші ластануы тұрақты қыналар, атмосфера ластау әсері сезімтал түрлер, ластануы өте сезімтал, ластануды көтере алмайтын түрлерді осылай өсімдіктер 4 түрге бөлген. Сонымен радиоактивтілік деп отырғанымыз, сәуле шығару, өздігінен ыдырау, альфа бөлшектер, альфа ыдырау дейді, протонның нейтронға айналуы. Сонымен радиоактивтілік дегеніміз бұл қоршаған ортаның ластауының ерекше бір түрі. Қазіргі таңда бұл енді қоршаған ортаға әртүрлі техникалық жүйелер мен түрлі процестер нәтижесінде енуде. Бұл процесс қазіргі таңда өте жоғарғы деңгейде жүруде дейді.
Енді адамның осы іс-әрекеттерінің нәтижесінде биосфераның радиациялық ластану қазіргі таңда үлкен қауіп туғызып отыр. Міне сондықтан бізде осы радиоактивті қалдықтарды сақтау және жою мәселесі маңызды. Бұл жыл сайын қоршаған орта үшін аса қауіпті болып есептелінеді. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.